Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы түлкі мен қырғауыл, лиса и фазан. Сабақтың жаңа сөздермен танысыңдар. Познакомьтесь с новыми словами. Қырғауыл естімейді, заман, бұйрық, зорлық қылмасын, алды артына қарамастан. Қырғауыл фазан естімейді, не слышит, заман, время, бұйрық, приказ, зорлық қылмасын, пусть не делает зло, алдын артына қарамастай, бежать без оглядки. Оқушылар жаңа сөздермен сөз тіркестер, сөйлемдер құрастыруға тырысыңдар. Ребята, с новыми словами словосочетание составьте или же предложение. Жақсы, оқушылар, ал енді дайын сөйлемдерді аударыңдар. Фазан сидит на дереве. Используя новые слова, переведите данные предложения. Фазан сидит на дереве. Фазан не слышал приказ. Фазан не слышал приказ. Лиса бежала без оглядки. Лиса бежала без оглядки. Хорошо, ребята. Жақсы, оқушылар. Жаңа сөздермен сөйлемдерді аудардыңдар деп үміттенемін. Ал енді мәтінмен жұмыс жасаймыз. Мәтінді тыңдап алыңдар. Бір түлкі қаланың ағашты аралап келе жатып, ағаштың басында отырған қырғауылды көреді. Қырғауылға жақындап келеді де, сәлеметсіз бе қырғауылым, халыңыз қалай дейді. Қырғауыл, жақсы, өзің қалай тұрасың дейді. Түлкі, жерге түсіп сөйлессеңіз қайтеді, бір құлағым естімеуші еді дейді. Қырғауыл, жерге түсуге қорқамын, жерде әртүрлі аңдар бар, бізді жеп қою мүмкін дейді. Түлкі, ей достым, қазір заман бұрынғыдай емес, жаңа ғана келдім, бұйрық шықты, біреуге біреу зорлық қылмасын депті. Қой мен қасқыр бірге жүрсін, түлкі мен тауық бірге жүрсін депті дейді. Қырғауыл, жақсы хабарыңыз бар екен, рахмет досым. Мына жақтан бір иттер келе жатыр. Иттерге де хабарыңызды айтыңыз. Олар да жақсы хабарды естісін дейді. Ит деген сөзді естіген соң, түлкі алды артына қарамастан қаша жөнеледі. Қырғауыл, қайда барасың түлкім, бұйрықты ұмытып кеттің бе дейді. Түлкі, кім білет, бұйрықты олар естімеген шығар дейді, міңгірлеп. Жақсы, оқушылар, енді мәтінді тағы бір рет оқып, аудармасын тыңдап алыңдар. Бір түлкі қалың ағашты аралап келе жатып, ағаштың басында отырған қырғауылды көреді. Одна лиса шла по густому лесу, увидела на дереве сидящего фазана. Қырғауылға жақындап келеді де, подошла к фазану. Сәлеметсіз бе, қырғауылым, халыңыз қалай дейді. Здравствуйте, фазан, как дела? Спросила. Қырғауыл, жақсы, өзің қалай тұрасың дейді. Фазан отвечает, спасибо, сам как поживаешь? Түлкі, жерге түсіп сөйлессеңіз қайтеді, бір құлағым естімеуші еді дейді. Лиса, могли бы вы спуститься поговорить на земле? На одно ухо не слышу. Қырғауыл, жерге түсуге қорқамын. Жерде әртүрлі аңдар бар, бізді жеп қою мүмкін дейді. Фазан отвечает, жерге түсуге қорқамын, боюсь спускаться на землю. Жерде әртүрлі аңдар бар, на земле есть разные звери, бізді жеп қою мүмкін. Возможно, могут нас съесть. Түлкі, ей достым,
Қазір заман бұрынғыдай емес. Жаңа ғана келдім, бұйрық шықты. Біреуге зорлық қылмасын депті. Лиса отвечает: эй, достым, қазір заман бұрынғыдай емес. Эй, друг, сейчас времена не те. Жаңа ғана келдім, бұйрық шықты. Только что пришла. Вышел приказ. Біреу зорлық қылмасын. Пусть никто никого не обижает. Қой мен қасқыр бірге жүрсін. Түлкі мен тауық бірге жүрсін депті, дейді. Пусть овцы дружат с волками. Лисы общаются с курицами. Қырғауыл, фазан. Жақсы хабарыңыз бар екен, рахмет достым. Мына жақта бір иттер келе жатыр. Иттерге де хабарыңызды айтыңыз. Олар да жақсы хабарды естісін, дейді. Фазан говорит: жақсы хабарыңыз бар екен, рахмет достым. У вас хорошие новости. Спасибо, друг. Мына жақта бір иттер келе жатыр. С той стороны идут собаки. Иттерге де хабарыңызды айтыңыз. Сообщите новость и собакам. Олар да жақсы хабарды естісін. И пусть они тоже услышат хорошую новость. Ит деген сөзді естіген соң түлкі алды-артына қарамастан қаша жөнеледі. Услышав слово собаки, лиса без оглядки бежала. Қырғауыл: қайда барасың, түлкім, бұйрықты ұмытып кеттің бе, дейді. Фазан: куда бежишь, лиса? Разве забыла про приказ? Түлкі: кім біледі, бұйрықты олар естімеген шығар, дейді, міңгірлеп. Лиса пробубнила: кто знает, может быть, они и не слышали про приказ. Ал енді оқушылар оқылған мәтін бойынша сұрақтар құрастырып, әр сұраққа 3 нұсқасының ішінен дұрыс жауапты тауып алыңдар. Түлкі қалың ағашты аралап келе жатып нені көрді? Лиса шла по густому лесу. Кого увидела? Түлкі қалың ағашты аралап келе жатып қырғауылды көрді. Лиса шла по густому лесу, увидела фазана. Түлкі қалың ағашты аралап келе жатып қоянды көрді. Лиса шла по густому лесу, увидела зайца. Түлкі қалың ағашты аралап келе жатып кірпіні көрді. Лиса шла по густому лесу, увидела ежа. Жақсы. Дұрыс жауапты таңдағанына сенімдімін. Түлкі жерге түсіп, сөйлессеңіз қайтеді дегенді қырғауыл не деді? Когда лиса сказала: может, спуститесь на землю, поговорим? Что ответила фазан? Қырғауыл: жерге түсуге сенен қорқамын, деді. Фазан ответил: чтобы спуститься на землю, боюсь тебя. Қырғауыл жерге түсуге аюдан қорқамын, деді. Фазан ответил: боюсь, чтобы спуститься на землю, боюсь медведя. Қырғауыл жерге түсуге қорқамын, деді. Фазан ответил: боюсь спуститься на землю. Оқушылар, қандай дұрыс жауапты таңдағанына мен сенімдімін. Қандай бұйрық шыққан? Какой вышел приказ? Біреу зорлық қылмасын депті. Пусть никто никому не делает зла. Біреу тамақ бермесін депті. Пусть никто никому не дает еду. Біреу маза бермесін депті. Пусть никто никого не мешает. Ал енді оқушылар осы 3 жауаптың біреуін дұрыс таңдадыңдар деп сенімдімін. Ребята, я уверена, что вы выбрали правильный вариант ответа на данные вопросы. Ал енді оқушылар POPS әдісі бойынша мәтін мазмұнын жазыңдар. Бірінші сөйлем менің ойымша деп басталу керек. Ребята, по формуле POPS напишите содержание текста. Первое предложение у вас должно начинаться с менің ойымша, мое мнение. Екінші сөйлем себебі деп басталады. Второе предложение начинается с себебі, потому что. Үшінші мысалы, например. Төртінші қорыта айтқанда.
Четвертое предложение начинается қорыта айтқанда заключение. Ал енді оқушылар үйге тапсырма жазып алыңдар. 68-ші бетте 10-шы тапсырмаға көңіл бөліңіздер. Жазбаша орындап келіңдер. Берілген сұрақтарға жауап жазыңдар. Түлкі қандай бұйрық шыққанын айтты. Лиса сказала о каком приказе. Қырғауыл түлкіге бұйрықты нелерге айт деді. Фазан попросила лису приказ кому сказать. Түлкі қайтты. Что сделала лиса? Ал енді оқушылар, сабаққа кері байланыс жасаймыз. Ребята, сделаем обратную связь нашему уроку. Аяқталмаған сөйлем әдісі бойынша сабақта кері байланыс жасаңдар. Мен бүгін білдім. Я сегодня узнал или узнала. О чем вы сегодня узнали? Мен бүгін түсіндім. Я сегодня понял или поняла. Что вы поняли на уроке? Скажите предложение. Мен келесі сабақта білгім келеді. Я на следующий урок хочу узнать. О чем вы хотите, ребята, узнать на следующем уроке? Скажите предложение. Ал енді оқушылар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.